Еуразияның кіндігінде орын тепкен Қазақстан транзиттік әлеуетін барынша пайдалануға тиіс. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев осы бағытта айқын тапсырмалар берді. Бүгінде біздің ел арқылы өтетін 8 транзиттік автомобиль жолымен 42 елге жүк тасымалданады. Сондықтан осы жолдарда бабында ұстау үкіметтің мойнындағы басты міндеттің бірі. Былтыр бұл бағытта қандай жұмыстар атқарылды? Биылғы жоспардың ерекшелігі неде? Бұл сұрақтарға жауап беруге бұл нарық айдарының тізгіншісі Нұрғанат Қанапия студиямызға келді. Нұрғанат, қайырлы таң. Қайырлы таң, әріптестер. Әрине, жолдың жағдайы елдің экономикасы елеулі әсер етеді. Сондықтан жыл сайын мыңдаған шақырым жол жөнделеді. Былтырда мәселен 10.700 шақырым жол жөнделді. Бұл туралы алдағы уақытта айтып берейін. Жақсы. Былтыр елде 10.700 шақырым жол жөнделді. Қаржыландыру көлемі 14%-ға артты, яғни 753 миллиард теңге бөлінді. Нәтижесінде көпшілік аяқталуын асыға күткен бірнеше ірі дәліз қолданысқа берілді. Бұлардың қатарында үлкен Алматы айналма жолы, Қандыағаш, Мақат және Үшарал достық жолдары бар. Сондай-ақ құрылысы созылып кеткен 6 жолдың бойындағы жұмыс жанданды. Яғни Талдықорған, Өскемен, Қарағанды, Алматы, Меркі, Бурыл-Байтал, Ақтөбе, Қандыағаш және Атырау, Астрахан бағыттарында тынымсыз жұмыс жүргізілді. Сөйтіп 923 шақырым жол халық игілігіне берілді. Батыс Қазақстан облысындағы Қазталов, Жәнібек және Өнеге, Бейсен, Сайқын жолдарын күрделі жөндеуден өткізуге ерекше көңіл бөлінді. Бұлардың ұзындығы 245 шақырым. Қазір 220 шақырымы көлік қозғалысына ашық. Қалған жұмыстар биыл аяқталады. Жоспар демекші алдағы уақытқа түзілген жоспарда ауқымды. 2030 жылға дейін жалпы ұзындығы 9000 шақырымнан асатын маңызы жоғары жол жобалары жүзеге асады. Оның 4700 шақырымы республикалық маңыздағы, 4500 шақырымы облыстық маңыздағы жолдар. Ұлы жылына жоспарланған жобаларға келсек, биыл Қарағанды мен Жезқазған арасында 4 қатарлы жолдың құрылысы басталады. Қос қаланы жалғаған 513 шақырымдық жолдың 40 шақырымы тақтайдай тегіс болуға тиіс. Яғни күн жылына Ақтайлақ, Қарамала және Бидайық ауылдарының тұсында жұмыс қызады. Сондай-ақ республикалық бағыттағы Ақтөбе, Ұлғайсын арасында 4 қатарлы жол салынады. Яғни 56 шақырым жаңадан төселеді. Сонымен қатар биыл Сарыағаш айналма жолының 102 шақырымы жөнделеді. Бұдан бөлек Қызылорда, Жезқазған арасындағы 216 шақырымды жөндеу бойынша жұмыстарды бастау жоспары тұр. Қайта жаңарту құрылыс жұмыстарын 3100 шақырымны қамтитын болады. Атырау, Астраханьды толық бітіру, Талдықорған, Өскемен, Қалбатау, жаңағы осы жолдарын бітіру, Қарағанды, Алматыда, Мерке, Бурыл-Байталдың жаңағы бір участке салу 82 шақырым, және Батыс Қазақстан облысындағы Қазталов, Жәнібек, Өнеге, Бейсен, Сайқын жолдарын бітіру, Ақтөбе, Қандыағаш, осы жобаларды біз биыл аяқтау бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Қазір құрылыс маусымына дайындық қызу жүріп жатыр. Құрылысқа қажет битум мен қиыршық тас қорын жинау бойынша жұмыстар жүріп жатыр. Жалпы маусымға 8 миллион 300 мың текше метр қиыршық тас керек. Әзірге 30% жиналды. Ал битум қорымен Каспий битум зауыты мен Павлодар мұнай химия зауыты қамтамасыз етеді. Жол сапасы материалдың сапасына байланысты екені белгілі. Бұл орайда жол төсеушілер Қазақстан жол ғылыми зерттеу институтының сараптамасына сүйенеді. Яғни зерттеу нәтижелеріне сәйкес бекітілген нормативтік техникалық құжаттар бойынша жұмыс істейді. Аталған мекеме климаттық ерекшеліктерге сәйкес битум құрамын белгілейді. Екі түрі бар қазір. Қазақстанда көбінесе қолданатын. Ол 70-100 және 100-130 марка. 70-100 көбінесе осы оңтүстік аймақтар қолданамыз. Ол және орталық және солтүстік аймақтарға 100-130 маркасын қолданамыз. Оңтүстікте ауа райы температурасы жоғары болғандықтан ол жаққа қою битум қолданылады. Ал орталық және солтүстіктерге кішкене сұйықтау битум қолданады, ол 100-130. Елдегі жолдардың жалпы ұзындығы 25 мың шақырымнан асады. Экономикалық маңызы жоғары жолдардың қатарында Қарағанды Балқаш автожолын ерекше атап өтуге болады. Биылда жол бойындағы жөндеу жұмыстар жалғасады. Бұл мақсатта 9 мың тоннаға жуық битум, 342 мың текше метр қиыршық тас әзірленді. Осылайша 2019 жылы басталған жұмыстар биыл толық аяқталуға тиіс. Әріптестер, әзірге жол құрылысы бойынша дайындаған ақпарат осы болды.
Нұрғат, осы үкімет отырысында, шатаспасам, күзде болған үкімет отырысында құзырлы ведомствоның басшысы, шатаспасам, бірнеше ақылы жолдар салынады деп еді. Енді бұл ақылы жолдардың салу себебі қалай деп ойлайсыз, неліктен? Бұны енді құзырлы органдар түсіндіру бойынша бұл жолдарды күтіп ұстауға бағытталады. Бұлдан түскен қаржы, мысалы жаңа Көкшетау мен осы Астана арасындағы, басқа да ақылы жол Қарағанды мен Балқаш, Қарағанды мен Астана арасындағы жолдар. Бұның барлығы сол жолдарды күтіп ұстауға, жағдайын жақсартуға, күнделікті жұмыстар жүргізіп тұруға жұмсалып отыр. Жақсы, түсінікті. Ақпарыңызға алғыс білдіреміз. Жалғастырайық.